Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі өтетін жаңа сабағымыздың тақырыбы жан жадыратар әуен. Оқулықта 29-шы сабақ 106-шы бет. Сабағымыздың мақсаты өнердің түрлері, стилі және жанрларын, сонымен қатар өнердің өзге түрлерімен байланысын анықтау. Ауызша және жазбаша жұмыстар орындау барысында музыкалық терминологияны пайдалану. Бүгінгі өтілетін жаңа сабағымызды жан жадыратар жарқын әуенді әндермен Әсет Найманбайұлы мен Дәнеш Рақышевтың әншілік мәнері туралы білеміз. Тыңдалған әндерге талдаулар жасаймыз. Серік Қалиевтің сөзіне жазылған Қалықберген Әбілжановтың Әжетайым әнін үйренеміз. Тамылжыған сазды әуезді үн адам жанын ерекше тербейтін тылсым күшке ие екендігін талай ғұлама ғалымдар мен ойшылдар айтып кеткен. Данышпан Абай Құнанбайұлы ән күй немесе жақсы бір әуеннің адам санасына әсері қандай болатындығы туралы көптеген терең мағыналы пікірлер айтқан. Мысалы, құлақтан кіріп бойдалар жақсы ән мен тәтті күй, немесе жүрек тербеп оятар бастамайды. Әннің де естісі бар, есері бар, тыңдаушының құлағын кесері бар. Немесе құр айқай бақырған құлаққа ән бекен деген өлең жолдарында әннің әртүрлі мінезде болатындығын талдап берді. Ақын, әнші композитор Әсет Найманбайұлы 1867 жылы қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданы Бақты ауылында дүниеге келген. Әсеттің әке-шешесі кедей шаруа адамдар болса да, Әсет ескіше оқыған, көзі ашық адам болды. Оның дүниетанымы, ой тереңдігі, әсіресе айтыс жанрында кеңінен танылды. Ол Рысжан, Әріп, Бақтыбай, Кәрібай, Қали, Сәмбет ақындармен және Мәлике қызбен айтысқан. Әсет мұраларының ішінде халыққа кеңірек таралғаны оның әндері. Ол Біржан Сал, Ақан серіден дәуірлеген арқа әншілік дәстүрін жалғастырып, дамыта түсті. Оның Кіші Ардақ, Үлкен Ардақ, Қарагөз, Мақпал, Інжу Маржан, тағы басқа әндері қазақ музыка мәдениетінің озық үлгілері қатарында тұрады. Ендеше оқушылар, Әсет Найманбайұлының Қысмет атты әнін тыңдайық. Аспанның аясында ән шалқытқан бұлбұлмын даусын өкту дамылдаған. Түнекі көк қабысынан мен аштан төгілтіп бір маржан сабылдаған. Жорғамын ертарманмын жұрттан озған, майтамын майда желісі мамырдаған. Тұлпармын топтан озған тосыр қамана, шаршытып қар сүрімі жоқ шабылмағын әридай, әридай, әридай. Қалдыр-дүлдүл қадададададайла қададададай, қойлайлалилилап қададай, қадададададай, әридай, қадададидай, әридай.
Tapşıtıp şümmöktü tübünü sürülütüp Talırıp talık sıtıp tamılжытып Жүйт kötüp жүгündürüp kösündetip Orğutup orağıtıp bas gürülütüp Tаңda tep tabındırıp Çeşendetip Eriday da 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 day da 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 day Hoy lay la li li la da day da 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 ya di da di da di day da da di da di da ya di da di da di da ya di da di da di day Өздеріңіз көріп тұрған қоңыр үнді қазақтың бір туар азаматы бұлбұл әнші Дәнеш Рақышев. Халықтық өнердің інжу маржанын бойына терең дарытқан өр талант иесі бұлбұл үнді жезтаңдай әнші Дәнеш Рақышев есімі барша қазақ халқына, өнер сүйер қауымға кеңінен танымал. Жетісудың бұлбұл атанған Қазақстанның халық әртісі Дәнеш Рақышев 1926 жылы Жаркент өңірінде дүниеге келген. Тағдырдың жазуымен Қытайдағы Шығыс Түркістан өңірінде балалық жастық шағын өткізген Дәнеш әнші алғашқы өнер жолында осы өлкеде бастайды. Отбасынан өнерге құлағы қанға өскен Дәнеш 12-13 жасынан қолына алғаш гармонь, домбыра ұстап ән салған. Ән өнеріне құлай ынта қойған бала Дәнеш 15 жасында әнші күйші өнерпаздармен етене араласты. Осы тұста 1916 жылдың дүрбелеңімен туған жерден жырақ кеткен атақты әнші ақын Әсет Найманбайұлының Қыдырхан, Мәмет сынды шәкірттерінің қасына еріп, көптеген әндерін үйренді. 1959 жылы атамекенге бір жолы табан тіреген әнші Дәнеш Рақышев шалқар шабытпен Саясында алманың, Жеті су, Балжан-ай, Соға кет сияқты халықтық сарынмен астасып, өзіндік әуен ырғағымен ерекшеленіп тұратын 100-ге тарта әндер шығарды. Олай болса балалар, Дәнеш Рақышевтың төл туындысы Жетісу қарқара әнін тыңдайық. Бүгін біз Серік Қалиевтің Әжетайым деген жаңа әнін үйренетін боламыз.
Ал балалар, үй тапсырмасын алайық. Дәнеш Рақышев қандай атақты әнші композитордың мұрасын жеткізді? Әсет Найманбайұлы және Дәнеш Рақышев әндерінің аттарынан сөз жұмбақ құрастыр. Әжетайым әнін жатқа орында. Құрметті оқушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.